Сәлем достар, бүгін сіздермен өте күшті песочно-творожный пирогымның рецептімен бөліскім келіп тұр. Сырты хрустящий, іші жұмсақ болып шығатын, өте оңай әрі тез жасалатын, дәмі тіл үйіретін рецепт. Алдымен песочный қамырдан бастаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға өте суық сары майды үккіштен өткізіп, видеода көрсетілгендей май мен ұнды біріктіріп, майда құм секілді етіп жасап аламыз. Міне осылай май мен ұн бірігіп, крошкаға айналғанда қант, тұз, разрыхлитель, жұмыртқа қосып, қолмен барлық ингредиенттерді араластыру арқылы біріктіріп, песочный қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын, күшті қамыр болып шығуы керек. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Біріншісін үлкендеу, екіншісін кішілеу етіп бөлеміз. Кішілеу қамырды морозильникке 30 минутқа салып қоямыз. Енді пирог пісіретін формамызға пергамент төсеп дайындап аламыз. Менде осындай асты алынатын форма. Енді дастарханға немесе тақтайға ұн сеуіп, үлкендеу етіп бөлген қамырымызды оқтаумен формамыздың диаметрінен үлкендеу етіп жайып аламыз. Қалыңдығы шамамен 5-8 мм. Видеода көрсетілгендей оқтауға жайылған қамырымызды орап, формамыздың үстінен оқтаудағы қамырымызды түсіріп, формамызбен бірдей етіп, шеттерін жабыстырып, формировать етіп аламыз. Форманың сыртынан шығып тұрған қамырды кесіп тастаймыз. Міне дайын. Енді сүзбелі начинкасын дайындаймыз. Ыдысымызға сүзбені, қантты, жұмыртқаны, ванильді қантты, қаймақты, тұзды салып, блендермен бір келкі болғанша жақсылап езіп аламыз. Начинкамызды формамызға құйып, шетіндегі қатты биік болып тұрған қамырды саусақпен начинкамызға жақын етіп басып аламыз. Енді екінші кішірек етіп бөлген қамырды морозильниктен алып, сүзбелі начинкамыздың үстіне үккіштен өткізіп, пирогтың бетін жауып аламыз да, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут беті қызарғанша пісіретін боламыз. Пирогты формада бөлме температурасында толық суытамыз. Сосын холодильникте 4-5 сағат суытып, кейін барып формадан босататын боламыз. Міне осылай кішкентай пышақтың көмегімен пирогты формадан босатып аламыз. Мына сүзбелі пирогтың иісі деген енді көршіңізге дейін жетеді ғой. Өте дәмді, әсіресе жұмсақ сүзбемен қытырлақ песочканың сочетаниесі тамаша болады. Ал пісіріп жатқан кез келген тәттіңіз, тамағыңыз күшті болып шығудың секреті қыздар. Жасап бастағаннан соңына дейін аят-аль-курси оқып, білетін кез келген сүрелеріңізді оқып, салауат айтып жүріп жасасаңыз, міндетті түрде идеальны болып шығады ғой. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса, лайк басып, жақыныңызбен бөлісіп, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.